Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілім, өз тілім, ана тілім, абай мұхтар сөйлеген дана тілім. Қастерлейді ұл қызым мәңгі сені, болашағым, бақытым, дара тілім деп. Міне, жаңағы кемеңгер ғұлама ақындарымыз қазақ тілі туралы осылай жырлап өткен. Қазір балалар ортаға шеңберге тұра қалайық. Шарттық шеңбер бізде. Тездетіп тұра қаламыз. Жұп-жұппен бір-бірін жұптарымыз тауып алайық, бір-біріміздің тездетеміз. Барлығымыз менің қолымдағы жаңағы суреттерге мұқият қарап аламыз. Қазір осы суреттерді рет-ретімен таңдаймыз. Содан кейін осы суреттер бойынша бір-бірімізге жаңағы берілген, ішінде берілген тілектерді бір-бірімізге айтып орындап отырамыз. Ең алдымен не істейміз? Қай суретті таңдайсыздар? Күн. Күн. Ендеше барлығымыз бір-бірімізді жаңағы қошеметпен құшақтаймыз, жұптарымызды. Бір-бірімізбен амандасамыз. Сол жағына, оң жағына. Жақсы, келесі бізде жүрек. Ендеше шын жүрекпен бір-бірімізге ізгі тілектерімізді білдіреміз. Келесі бізде жақсы, ендеше жұп-жұбымызбен амандасамыз. Міне, привет. Жұптарымызбен амандасамыз. Келесі бізде бір-бірімізге дұрыс айтады. Бір-бірімізге жымиып күлейік. Жымиып бір-бірімізге оң жағына, сол жағына жымиып күліп қараймыз. Жақсы балалар, жақсы, рахмет. Ендеше тобымызға отыра қойайық. Балалар, бүгінгі сабағымызды сөз жұмбақ арқылы шешіп, сабақтың тақырыбын алып шығайық. Мына жерде бізде жаңағы суреттер берілген, және ноқаттар арқылы біз артық әріптерді алып тастап отырамыз да, бүгінгі сабақтың тақырыбын шығаруымыз керек. Жақсы. Рамазан. Артынан 4 әріпті алып тастаймыз деп сөйлеп отырамыз. Жақсы, қалды дейді. Айфұлдыз. Жақсы. Келесі Айсана. Дерек деген сөз қалады, Шынар, сөйлей қой. Екі артындағы екі әріпті алыстаймыз, д деген қалады. Д қалады, Жақсы. Келесі бізде не көріп тұрмыз суретте? Іңкәр. Біз суреттен суретті көріп тұрмыз. Ең алдынан бір аттағанда үк қалады. Артынан тағы да бір аттағанда үк қалады. Қандай сөз шықты осы түске дейін? Септік терді. Септік терді, Арна қандай кетті? Арижан. Тақтан артындағы екі әріп кетеді қай. Қай деген сөз қалады екен, Жақсы. Келесі Танжарық. Тау деген сөзден Артынан. Тау деген сөзден артынан ұда алып тастаймыз. Та деген сөз қалады екен, Келесі Рахметолла Іңкәр. Жалау сөзінен алдындағы екі әріпті алыстасақ, лау деген шығады. Қандай сөз шықты? Септіктерді қайталау. Алды. Осы қайталау сабағында біз қандай мақсаттарға жетуіміз керек? Қалай ойлайсыздар? Қандай мақсатқа жетеміз бүгін? Танжарық. Бүгін септіктерді қайталау есімізге. Жақсы, нені қайталаймыз? Отыра қой. Ерасыл. Септіктердің сұрақтары және де жауаптары. Өте жақсы. Тағы да айта қой. Рабиға. Біз жеті септіктің
Мен түркүнү кошеметке карсалайык. Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлем достар. Әртүрлі ойындар ойнауға келдік. Бізде сабақ. Қандай сабақ сіздерге? Қазақ тілі. Мен сіздерге септіктер жайлы бір ертегі айтып берейін бе? Иә. Ертеде Затесов сарайында септік деген хан болыпты. Оның атау, ілік, барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес деген жетіғі болыпты. Барлығы осы сарайда тұрады екен, және әр ұлының өз қызметі бар екен. Септік ханның жасы келіп, қартайған шағында бүкіл мұрасын жеті ұлына бөліп беріпті де, халықты жинап, осылай депті. Уа халайық, мен қартайдым, өлер шағымда бар мұрамды ұлдарыма бөліп бердім. Осы мұрадан қалған аздаған сыйлықтарым бар еді. Сол сыйлықтарды үлестіріп берсем деп едім. Бірақ та бір шартым бар. Егер де менің жарлығымдағы сұрақтарға кім-кім дұрыс жауап берсе, соларға сыйлықтарымды сыйға тартамын депті. Балалар ханның жарлығын орындауға дайынсыздар ма? Иә. Ендеше ханның бірінші жарлығын тыңдаңыздар. Ұлдарымның атын атап, жасына қарай ретімен қойыңдар. Балалар, ханның бірінші жарлығын естідік те бәріміз? Ендеше ханның бірінші жарлығын орындауға кірісейік. Біздің алдымызда жаңағы А3 форматта қағаз бар. Сол қағазды алып, топпен септіктерді ретімен жазып шығамыз. Bir minut vakit. Birimiz xatçı, birimiz ақылшы болып балалар, сен жақтан. Уақытты не дейміз? Жақсы, 4 топ болды. Жақсы. Екінші топ болды, жақсы. Жақсы, егер де дұрыс болса, қошемет көрсетеміз. Екінші топ. Бетін тексеріп отырайық балалар. Атау септік, ілік септік, барыс септік, табыс септік, жатыс септік, шығыс септік, және көмектес септік. Темірлан. Атау септік, екінші ілік септік, үшінші барыс септік, төртінші табыс септік, бесінші жатыс септік, алтыншы шығыс септік, жетінші көмектес септік. Атау септік, ілік септік, барыс септік, табыс септік, жатыс септік, шығыс септік, және көмектес септік. Енді ханның екінші жарлығын мұқият тыңдаңыздар. Ханның екінші жарлығын тыңдаңыздар. Ұлдарының қызметін табыңдар. Балалар, екінші жарлығы жаңағы ұлдарымыздың қызметін табыңдар дейді. Ендеше ұлдарымыздың қызметі қандай болып тұр екен? Біз нені табуымыз керек? Сұрақтар. Өте жақсы. Ал ендеше кеттік. 1 минут уақыт. Екінші топ болды. Жақсы, үшінші болды. Бірінші топ. Жақсы балалар, ендеше біз
қазір ретінен әрбір топтан мен сұрап отырамын, әрбір топ жаңағы ханның ұлдарының қызметін айтып шығамыз. Екінші топтан атап септік. Қане, бір екеуін айтайық. Ірі септік. Жақсы. Үшінші топ. Барыс септік. Барыс септік. Кімде, неде, қайда? Барыс септік. Табыс септік. Кімді, нені? Жақсы, рахмет. Төртінші топ. Жатыс септік. Бірінші топ. Жатыс септік. Шығыс септік. Жақсы. Төртінші топ. Соңғы септік. Қандай септік бізде? Көмектес септік. Сұрақтарым септік. Мен. Жақсы, рахмет балалар. Ал түлкі жолдас. Оқушылар дұрыс жауап бере алды ма? Иә, балалар дұрыс орындады. Кәне өзімізді мен ақылдымын. Жақсы. Келесі. Ендеше ханның үшінші жарлығымен танысайық. Ханның үшінші жарлығын тыңдаңыздар. Ұлдарының мұраларын атаңдар. Балалар, енді жаңағы жеті ұлдың мұраларын атап шығуымыз керек. Сонда бізге қандай тапсырма беріпті мына жерде? Хан. Өте жақсы. Достар, ендеше біз қазір септіктегі жалғауларын тауып жазуымыз керек. Ал, кеттік, 1 минут уақыт. Жақсы отыра ғой. Екінші топ, жатыс септік, шығыс септіктің жалғаулары. Жатыс, да, де, та, те. Табыс, да. Жақсы. Үшінші топ. Ілік септік, батыс септік. Ілік септік. Кімнің нені? Жалғауларды. Ға, де, қа, ке. Ол бізде қандай септік болып тұр? Барыс. Ал ілік септіктің жалғаулары? Қандай? Бұл. Ерасыл. Өте жақсы, рахмет. Келесі төртінші топ. Шығыс септік, көмектес септік. Шығыс септік. Нан, мен, пен. Жақсы, өте жақсы, рахмет. Ал майыр жолдас, түлкі жолдас, балалар қалай жауап береді? Дұрыс орындады ма ханның жарлығын? Балалар, ханның жарлығын дұрыс орындадыңдар. Хан сіздерге разы деп ойлаймын. Ендеше өзімізді қошеметтеп қойайық. Балалар, осы тапсырманы ханның жарлығын өте керемет дұрыс орындап бердіңіздер. Енді біздің келесі тапсырма парыз әдісі. Қазір алдымызда жатқан бірінші тапсырманы алайық. Бірінші тапсырмада бізде қима қағаздар берілген. Тауып алдық па бірінші тапсырманы? Жасыл түсті. Осы қима қағаздардан бір сурет шығу керек. Құрастырған кезде. Ал құрастырамыз кездерді. Балдар, содан кейін ауызша септейміз. Енді бұны септеуге дайындалыңдар. Атау жеті септеп Ненің алманың? Барыс септік. Неге алмаға? Табыс септік. Нені алманы? Жатыс септік. Неде алмада? Шығыс септік. Неден алмада? Көмектес септік. Алмамен. сұрақ қандай? Немен? Немен?
бармақ әдісі арқылы бір топ бір-бірін бағалайды. Сонымен және 1 секунд ойланып алайық. Сонымен бірінші топ қай топты бағалаймыз? Өте жақсы, рахмет. Келісеміз ба? Жақсы, рахмет. Мен бірінші топта жақсы бағалаймын. Өйткені олар сұрақтарға жақсы жауап беріп, қатысып отырды. Жақсы. Төртінші топ, бірінші топты бағалаймыз. Мен бірінші топты осындай бағамен бағалаймын. Олар бәрі сұрақтарға жақсы жауап беріп, бәрін дұрыс айтты. Балалар, келесі біздің жаңағы екінші тапсырмаға қараймыз. Сары түсті, е? Сары түсті тапсырманың ішінде сөздер берілген. Сол сөздерді жаңағы әр топқа берілген септіктер бойынша сандықшаның ішіне жинақтаймыз. Түсінікті ма? Ал 1 минут уақыт. Рахмет. Бірінші топ дайын, бастаймыз. Бала бұл атап жетті. Өйткені ол кім деген сұраққа жауап берді. Қайда? Сарайда. Шуда, кімде ол шуда? Қандай септік? Жат септік. Аға мен, ол бізге көмекке септік. Өйткені ол мен деген жауабымен және кіммен деген сұраққа жауап береді. Өте жақсы. Келесі. Асан мен. Ол мен деген жалғауға жауап береді. Жалғанып. Жалғанады. Және кіммен деген сұраққа жауап береді. Қандай септік болып тұр? Көмекке септік болып тұр. Үшінші топ, төртінші топты бағалаймыз. Мен бірінші топқа өте жақсы деген баға қоямын. Өйткені олар бәрі септікті дұрыс орындайды. Екінші топ, үшінші топты бағалаймыз. Біз үшінші топқа орташа деген баға қоямыз. Өйткені олар жатыспен үшінші септіктің сұрақтармен бағаларын жасайды. Жақсы. Бірінші топқа мен өте жақсы деген баға қоямын. Өйткені олар бәрін дұрыс жасап, септіктерді дұрыс сұрақтарға аударды. Бірінші топқа өте жақсы деген баға қоямын. Өйткені олар сабаққа жақсы қатысты. Өте жақсы, рахмет, отыра ғой. Келесі бізде жалғауын тап деген ойын. Ендеше біз алдымызда жатқан тоқ сары түсті үшінші тапсырманы аламыз. Дұрыс айтады, үшінші тапсырманы аламыз. Тапсырманың ішінде бізде сөйлемдер берілген, иә? Бірақ та жалғаулары белгісіз. Ендеше біз жалғауларын табуымыз керек, иә? Топпен. Бірінші сөйлемді бірінші тобы тұсын, иә? Екінші сөйлемді, рахмет.
Qanday javob olganingdir? Kimdermen? Qanday javob olganingdir? Бұл қандай септік болады балалар? Өте жақсы. Екінші топ оқиды, екінші сөйлеңді. Жағалауда адамдар өте көп екен. Жағалауда. Қайда? Жағалауда. Ол бізде зат іздейміз. Өте жақсы, рахмет. Үшінші топ. Қыздар судан қатты қорқады екен. Неден? Судан. Қандай септік болды? Неден? Қандай септік топ? Өте жақсы. Қандай септік болды? Жақсы, рахмет. Рахмет балалар. Бүгінгі сабақта не түсіндік? Қандай сұрақтарымыз бар? Жазамыз. Егер де кім жақсы сабақты түсінді, жаңағы жасыл қоржынға саламыз. Кімнің сұрақтары бар? Қандай сұрақтары бар? Жаңағы сары қоржынға саламыз. Кім сабақты мүлдем түсінбеді, қызыл қоржынға саламыз. Қандай қоржын таңдаймыз? Жақсы. Келе ғой. Южанға келе ғой. Мен жасыл қоржынды таңдаймын. Өйткені сабақтың бәрін түсіндім. Мен Келе ғой, келе ғой. жасыл қоржынды таңдаймын. Мен бәрін түсіндім, менде сұрақ жоқ. Мен бүгін сабақта жақсы түсіндім. Так, артын енді. Жақсы.